Ерлан қызы, ауыл анасы Түкенова Гүлім Нұрлан қызы, ауыл жастары рөлдерінде мектеп гимназия жастары. Қабыл алыңыздар. Әй, келін, әлгі Айткүлдің келіні босаныпты. Ертең шілдехана дейді. Соған барып қайтса ба деп отырмын. Барып қайтыңыз апа, немереңізді алып, барып қайтыңыз. Иә, кеп. Әлгі немерем қайда айтпақшы? Немереңіз далада ойнап жүр. Жарайды, жақсы. Балам, қыстың қамын жаз ойла дейді. Әлгі шөптің қайлай берсем. Шөп қалай екен өзі биыл? Иә, апа, биыл шөп бітік шықты деп жатыр. Мал далада ғой. Қора жайдан қайлап алайын, содан соң шөптің қамына кірсемін ғой. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась великая... Говорит Москва. Не дейді? Тоқтар! Соғыс басталды. Жоғары қолбасшылықтың бұйрығымен ауылдың азаматтарын соғысқа алып кетеміз. Төмендегі азаматтар сапқа тұрыңдар. Тәжібай, Басыл, Амантай, Сансызбай, Қасымбай, Бақытбек, сапқа тұрыңыздар. Айналайын шырақтарым, зұлмат соғыс аяқ асты келді. Мына балаларымызбен қоштасуға мұрша беренді. Қалқам, балам. Анашым-ау, алаңдамаңыз. Соғыс ертең ақ бітер. Жеңіспен ораламыз. Аман бол, анашым. Аман болыңыздар, апа. Зейнеп, қаранама аман қарайсың ғой. Что солдат. Әй, қайны Жамал, кеше бір түс көрдім. Түсімде олым Ақбозатпен ауылға қарай шауып келеді. Өзім осы түсімді жақсылыққа балап отырмын. Жалғыз ұлым ғой, енді аман есен келсе екен деп отырмын. Қайтейін. Бексарым, көрген түсің жақсы екен. Мен де жақсылыққа жүгіріп отырмын. Балаң аман есен оралсын. Тілекшіміз. Рахмет, әкем, рахмет. Бұйырса жауды жиетін күнде алыс емес. Аман есен соғыс аяқталып, ерлеріміз аман есен оралар. Майдандағы ер азаматтарымызға аман есен мына толған қолғаптарымыз бен башпақтарымыз аман есен жетсе екен. Құдай-ау, әлгі гүлсім көп болды, көрінбей кетті ғой. Жамал-ау, майданнан да хат-хабар келетін уақыт болды ғой. Кеп қалар жақсы хабар күтіп отырмыз ғой барлығымызда. Аллам, аман есен жүздесуді жаза көр. Пошташы Гүлшім келе жатыр. Қаншама отбасын ойрандатқан сұм соғыс, тағы да соң хабар. Қалай ғана жеткіземін, білмеймін. Осы ауылға келген сайын тек жаман хабар алып келумен болдым-ау.
қалай ғана жеткізем білмеймін. Амал жоқ, жеткізуге тура келеді. Жамал, бұл жолы хат саған келді, бекем бол. Алланың ісінен не шара балам? Жасылмен бояп қойған ба, жап-жасыл таудың бөктері. Қырларда мына ойларда жап-жасыл болып көктеді. Соғыстың соңғы көктемі, соғыстың соңғы көктемі. Көп болды нұрын төккелі, жап-жасыл анау аспанда сірә көктеді. Бойына таудың асылып, шұғыла тұрды көкмені, қызғанып гүлін жасырып, қылтанақтар да көктеді. Соғыстың соңғы көктемі, жап-жасыл шыбық талдағы, орманның жасыл шекпені, қуанта бірақ алмады сонау бір үйді шеттегі.